Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай нәзік фисташка қосылған торт жасаймыз. Ең алдымен қоржына кірісеміз. Оған бізге сгущенное молоко қажет болады, және фисташковый паста керек болады, және жұмыртқа ерітілген сары май қажет болады. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне мына жерде разрыхлительмен осыны 3 бөліп, барлығын жақсылап араластырып, біркелкі масса етіп жасап аламыз. Қарап отырсаңыздар, молочная девочка тортына ұқсайды, бірақ біз бұл жерде текстураны өзгерттік. Енді осындай кольцоны алып, диаметрі 18 сантиметр, осындай карандашпен сызып аламыз. Барлығына 3 столовый ложкаден құйып, 170 градусте 5-7 минутта барлық коржды пісіріп аламыз. Ал енді біз креміне кірісеміз. Мына жерде сублимированный ягоды, бұл жерде құлпынай. Осыны блендермен порошок етіп езіп аламыз. Енді бізге керегі сливки. Сливкидің үстіне сгущенное молоко құямыз. Кішкене творожный сырды саламыз. Және жаңағы біздің порошок құлпынай. Соны салып, барлығын біркелкі етіп, крем жасап араластырып аламыз. Корждардың барлығы пісіп болған соң, осындай кольцоның көмегімен барлығын біркелкі етіп кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Мен кремнің ішіне фисташковый пастаны қосуды ұмытып кетіппін. Мына жерде салдым. Енді сборкасына кірісеміз. Корж крем етіп, осылай барлығын қойып шығып, тоңазытқышқа бір түнге жібереміз. Крем коржге толығымен пропитация ету керек. Енді сыртын қаптауға бізге крем жасау керек. Мен ол кремді жасамадым, бірақ рецептте мен міндетті түрде жазып кетемін. Мен только жаңағы черновой обтяжка жасап, солай қалдыра салдым. Солай қалдырсаңыздар да болады. А егерде оны сатуға немесе біреудің туған күніне жасайтын болсаңыз, ол кезде сыртын креммен қаптасаңыз болады. Енді міне бізде 1 сутка тұрды торт. Тоңазытқыштан шығардық. Енді мен кольцоны барлығын алып, черновой обтяжка жасаймын. Бұл тортты мен өзім қызымның туған күніне жасаған болатымын. Сол үшін біз черновой обтяжка жасап, осылай қалдырып қоя салдық. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсем десеңіз болады. Біз үстіне құлпынайды қойдық. Енді міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте прям нежный, өте нәзік, тәтті, фисташка ұнататын адамдарға прям советую, честно. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алда әлі неше түрлі рецепттер шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.